Қайырлы таң. Бүгін үші. Үйдеміз, демалыс, воскресенье. Нұргелді мен папамыз ауылға кеткен. Менің төркініме. Папамдар фундамент құйып жатыр. Соған көмектесіп жатыр. Бізде қазір посуда жуу. Одан кейін фарш шығару. И сол фарштан голубцы, который неделю хочу. Голубцы. Это анемия. Мне уже надоело, я все хочу. То сладкое, то короче, как беременная хожу. Оу. Қазір музыка басталады, реклама болып жатыр ғой. Танцами. Спальняны жинау керек. Стиркадан кейін киімдерді тақтау керек. Вообще-то бүгін демалам деген. Какой демалыс? Кеше 2 күн банка жаптым. Не получается у меня демал. Никак не получается. Просто хочу лежать. Тіп-тіп жатқым келіп отыр. Қаяқтан жатасың? Тақтай салайын, просто жосылайын. Ана істесайын, қазір. Главное, обедке дейін барлық тілгеректерді босам түс қайта сандықтарды ашып. Мамам, ішінде қосты мама. Ыспай маған. Сандықтарды ашып, киімдерді реттестіру керек. Мыналардың бүйтіп шортыларын тығып тастамасам, айналып келіп осы шортыларды кие береді. Қыпай, кие Сондай. Сол үшін, обедте обязательно жатып ұйықтаймын. Себебі мен ұйқым қанбай жүр. Иә. Ұйқы қанбай жүр. Иә. Сол үшін ана бұзық ұйықтағанға дейін хотя бы тамақ істеп қоюым керек. Иә, кейін жұмысқа кетуіңіз. Жұмысқа бүгін бармаймын, бүгін демалыс балам. Все убрано. Сейчас будет распаковка дейін, да? Распаковка на самом деле. Вчера я еще сделала, я банка закрыла. Закрыла болғанда, надо дүниелер істедік. Еще тепленький. Бұл чеснокпен салат. Чеснок бар бөлек, чеснок жоқ бөлек істеймін мен. Ана жақта басқа партиясы. Это распаковканың началасы. Кастрюлю алдым. Алаштан 13,5-ға берді ғой. Бір жерде 14,5 дейді, бір жерде 14 дейді, 13,5. Ең арзан тапқан жерім осы болды. 40 литр. Көптен бері неғып жүргенім, себебі менде далада ошақ жоқ қой. И вообще далада ошақ қоятын жердің өзі қалмады уже. Қазір етті қалдырып қойдым, қойшы ендігіде істеймін деп бүгінге мынау етті. Қазір фарш істейміз, осыны өзін істеп бұл бір дүние. Шын айтсам, кеше алған мясорубканы шаршатқым келіп тұрған жоқ. Сондықтан міне кеше алғаным мына мясорубка Bosch-тікін 47 алдым, 47 мың дейді. 12 айға рассрочкаға 4 мыңнан төлеймін айына. Нұрекең әлі білмейді. Нұрекең обычно ештеңке білмейді. Мен алып жатқанда кейін ол жартысын төлеп болғаннан кейін айтамын. Егер біліп жатса үндемейді, бірақ алам деген кезде жоқ, алмай ақ қойса кейін аламыз, анау мынау дейді. Ал алсаң ештеңке демейді. Содан кейін ала берем. Ал мынаны маған керек болды кухняға. Алдыңғым ол бірақ көзді еді. Бір көзді мысалы әсел пешті қосып қойсам, қасына блендер ма бәле қосқанға керек еді. И ол бір көзді уже старый.
кухняға осыны алдым. Осы маған өзімдікі болады депші. Бұл бонус жиналып қапты. Неде счетымда 3100 бәле теңге. Вечно бонусқа ештеңке алмаймын да. Бонустарым күйіп кете береді. И осы жол барып қалған бонус сұрайтыншы десем 3000 теңге дейді. Сөйтіп мынаны 2800 теңгеге алып алдым. Рахат болды. Кеше ол 5 метрлік екен. 5 метрлік ұзақ. Апа жүптір, менің кухням өзі 3 метр ғой. Кухняның ішінде бемала любой жерге жетеді. Ал мына распаковка деген. Бұны боштікі 47 000-ды. Ойбай, ана немде холодильнигімде бош қой менің. Сөйтіп алып отырсам, ол жердегі консультант не дейді десеңші, бұдан да қымбатын алмадыңыз ба? Бұл бюджетный вариант боштікі дейді. Сөйтіп, типа гарантия не даю дегенде бүйтіп айтты да. Біртүрлі болып қалдым. Кеше томаттың бәрін осы өткізді. Томат өткізді бір партия. Кейін екінші партияға томатты да, сәбізді де, пиязды да осы өткізді. Дизайн тоже ничего себе, приличненький. Сондай қазір құрастырып, фаршты өткізіп. Бар үйде бір 3 килодай не бар деймін. Соның бәрін фаршированный перец тығып тастасам. Істеген істеймін, істемеген қалған маятникке салам деп отырмын. Себебі ендігі апта енем келеді, апашкамыз. Апашкамыз келген кезде мен жұмыста болам. Если что, соны тыға саламыз деп отырмын. Хотя бір күннің тамағы болса да болады деп алдын ала жоспар құрып отырмын. Сондай, обычный мясорубка, бірақ алғаным қуаныштымын. Құдай қаласа, не қылып тастаймын, төлеп тастаймын, Құдай денсаулық берсе. Егер премия анау түсіп жатса, вообще жақсы болады. Үстіне нұр болады. Сразу жауып тастай салам. Сондай қыздар екен, шарики. Сіздер қалай аласыздар үйге дүниені? Мен алам десем, ой, үйтесіз, бүйтесіз, кейін алайық дейді, анау мынау дейді, қап кетеді. Сондай. Отырамыз да қазір фаршты өткізіп тастаймыз. Бағана жарты шара болып көрінген еттен бір табақ фарш шықты. Қазір енді далаға барып нені әкелу керек. Болгарскийлер сөйқті. Болгарскийді әкеп ашсам. Мен болгарскийдің іші жақсы шықса болады. Кеше өңке қызылдан не алған болады, өткізген болады банкеге. Қызылдар жақсы шықты. Ал вот зеленый бәрін ішінен құртта шықты да, сол үшін зеленыйлары қалған тамаққа деп. На стяжка. Стяжка. Перчиктер қалған. Енді осынан қалған перчикті барынша жұмсап тастау керек. А то уже срок годности истекает. Видите, бүгін тамаққа салатын тамаққа салып, морозилникке фаршировать етіп қойып, морозилникке қойып, вряд ли осының ішінен қазір көп шықса, тек қана тамаққа шықса да рада буду. Айтпақшы қыздар еке, это у меня летняя кухня будет. Құдай қаласа, ана жерде тұрған барлық кухнядағы қазір тұрған ескі мебель, газ плитаны осы жерге алып шығамын да. И летом здесь буду готовить. Деп отырмын. Но это будет в ближайший год, наверное, Құдай қаласа, тыныштық, аманшылық. Құдай денімізге саулық беріп тұрса, Нұрекең істеп береді. Мына бөлме летний кухня болып. Ал арғы бөлме ол Нұрекеңнің запчастьтар тұратыны болды. Аш ретінде қозылақ,
сиыр деген ұстайтын шығармыз деген ниетте салдық. Возле летней кухни будет тапчан. Тапчан тақтайларын алып уж малдардың астына төсейміз. Себебі тақтай ұнамады бізге бұл тақтай. Летом хотим новую уже, летом будет оның бәрі. Летом хотим новую. Гладкий тақтай алып, удобный. Анау неудобно болды, жүрген сайын шықырлап, қықырлап. Көшеміз, көрсең көшемізде. Су кеп жатыр, қазіргі суымыз частный. Ау. Ау. Кел, кел. Ал қазіргі суымыз частный, государственный су кеп жатыр. Сондай, девушки. Но, бұндай жеке үй сағанның сол бір минусы. Когда вечно, каждый год что-то строим, что-то ремонтируем, сондай бітпейді. Жай, балам, жай. Маймылым. Ау. Иә? Ой, дедің бі? Тағы істеші? Тағы істеші ма? Ернар, тағы түсесің бі? Қазір ма? Түзулеп алады. Ой, молодец. Жай. Нәскиімен. Күшті болды. Нәскиін көрсетші. Нәскиімен тормыз бере беріп, нәскиін табанында бәрі жұтылды. Санап атыр өзінше. 1, 2, 3 деп. Жаным. Ей, құдай. Абайлы. Чөр. Басың жаурады ма? Ау. Ернар. Басың жаурады ма? Басыңа шәп киіп апсың ғой. Қайырлы кеш. Кеш болды. Папамыз келеді. Нұргелдеге күтіп отырмыз. Тамақ ішеміз. Балдар ойнап жатыр. Планның бәрі орындалды десек болды. Сандықты ақтардық, ұйықтадық. Ертең көріскенше.